Армысыздар, құрметті ағайындар. 30 күн жаратқанға жасаған құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Айттарыңыз қабыл болсын. Әуел баста ораза десе, әрине барлығымызға жан және тән тазалығы еске түседі. Бүгінгі әңгімеміз баршамыз талқылап жатқан әңгіме вакцинация жайында болмақ. 2 жылдан бері елдің үрейін алған атышулы коронавирус COVID-19-ға қарсы осыдан біраз уақыт бұрын вакцина шыққан жайында баршасына хабарланды. Я, жасыратын жоқ, барлығымыз бұл әңгімеге әртүрлі көзқараста болдық. Бүгін мен сіздерге тек қана жеке өз көзқарасымды және оның қандай бағытта екенін түсіндіріп бергім келеді. Әу баста вакцина ойлап табылғанда бізді әдейі улау, бұл біздің тәнімізге чип ендіру және тағы да басқа алып қашпа өсектердің барлығына не сенерімізді, не сенбесімізді білмей, әрқайсымыз өз қалаған позициямызды ұстадық. Мысалы, жеке мен сол ұстанушылардың бірі болдым. Я, мен ойладым, бұл вакцинация бізге өте зиян, денсаулығымызға зиян, өте қауіпті және өтірік деген пікірді ойлағаным, көпшілікке айтпасам да ішімде болғанын жасырмаймын. Уақыт өте келе бір жағы қызмет бабымен, бір жағы келешекте шет мемлекеттерге шығып қалсам деген оймен вакцинация өзіме еріксіз керек болатынын түсініп, соны зерттей бастадым. Біз қазақ келісіп пішкен тон келте болмайды деп ұрандайтын қазақпыз. Сондықтан ең бірінші өзімнің дәрігер таныстарыма, достарыма хабарластым. Олардың берген жауаптары вакцинациядан басқа ковидтен қорғанудың жолы жоқ деді. Бұл менің ойымды өзгертудің бірінші қадамы болды. Себебі маңайымда да осы соңғы 2 жылда таныс, туыс, жақындарымның да бір талайы өкінішке орай жер құшты. Осы атышулы COVID-19-дың кәрі жасқа қарамай барлығын жалмап жатқаны ешкімге жасырын емес. Сол екі ортада қоғам екіге бөлінді. Бір тобы вакцинацияны жақтағандарды сатқындар, биліктің қолшоқпарлар десе, екінші топ жоқ, вакцинация өзіміздің денсаулығымызға қажет, өзіміз үшін аламыз деді. Бірден айтып қойын, мен екі топқа да жатпаймын. Бірақ өзім не үшін вакцинацияға келісім бергенімді сіздерге түсіндіріп өтуді жөн санадым. Ең бірінші, жаңаға айтып өткендей өзімнің достарымның берген кеңесі. Екінші себебі, Түркияда тұратын бір танысым хабарласып, сүйінші Ринат, Қазақстан вакцина ойлап тауыпты ғой. Енді біз ковидтен өлмейтін шығармыз. Себебі түркі халықтарының ішінде ең бірінші вакцинация ойлап таптық деп жалпыға жария салған ол Қазақстан. Не де болса атам қазақ айтпақшы, жалғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адасайын деп тәуекелге бел будым. Сіздерге берейін деп тұрған ешқандай кеңесім жоқ. Бірақ егер бірінші емес, екінші топтың айтқаны рас болатын болса, онда вакцинация сіздерге де, біздерге де қажет болады. Ал егер бірінші топтың айтқаны рас болатын болса, онда біз тағы да бір тәуекелге бас тігіп тұрмыз. Әрине таңдау өз еріктеріңізде. Біздің Қазақстанның басшысынан бастап айтып жатқан әңгімесінің түйіні біреу. Вакцинация бұл ерікті шара. Әрқайсының салдыру, салдырмауы өз еркінде. Мысалы, мен салдырдым, бірақ салдырмаған адамды да, оған сенбейтін адамды да жазғыруға, не болмаса оның пікірімен таласуға ешқандай хақым жоқ. Сіздердің де хақыларыңыз жоқ. Бірақ ойлану барлығымыздың міндетіміз. Өйткені денсаулық пен өмір әуелі бізге, бала шағамызға, айналамызға және мемлекетімізге қажет екенін ұмытпаңыздар. Келешектегі әрбір ойымыз саралы да салмақты болады деген сенімдемін. Жеке өз ойым, бұл вакцинация жайлы даудың туындауы ең бірінші кезекте біздің бұрынғы үкіметтің жүрегімізге ұялатқан сенімсіздігінен басталды. Бәлкім қазір айналамызда басталып жатқан кішігірім өзгерістердің соңы үлкен сенім мен үлкен үмітке ұласатын шығар. Ондайда ойымыз жоқ емес. Аллаға шүкір, бүгінгі таңда біз өзіміздің жан-жағымызды танып, айналамызға қарап, өз ойымызды айтылатын қоғамға айналып келе жатырмыз. Олқылықтар жоқ емес, кемшіліктері көп. Бірақ кемшілік тек қана сынағанмен түзелмейді. Оны барлығымыз атсалысып, бірігіп түзетуіміз керек. Сіздердің денсаулықтарыңыз әрине өз денсаулықтарыңыз, бірақ мемлекеттің саулығы, мемлекеттің амандығы ол біздің бабаларымыздың аманаты және біздің ұрпаққа қалдыратын аманатымыз. Сондықтан әрқайсымыз өзіміздің ойымызша дұрыс болатын шешімді қабылдауға шақырамын. Ал артық даудың барлығы тек қана елдің арасында мынандай әңгімелер туғызады.
Ендеше бүгінгі менің қысқаша мәлімдемемді қалай сынасаңыздар да, мен тек сіздерге өз ойымды жеткізуге тырыстым. Бәлкім күмәнда жүрген адамға менің ойым шешім қабылдауға жәрдемдесер. Олай болатын болса, бұл жер бетінде менен бақытты адам болмайды. Барлықтарыңыз аман болыңыздар, індеттен аман есен құтылып, қауышып, бетпе-бет көрісіп, құшақтасып, амандасып, арқа-жарқа болатын күн алыс болмасын ағайындар. Аман болыңыздар.